Бүгін сіздермен синнабон булочкиінің ерекше рецептісімен бөлісетін боламын. Көріп тұрғандарыңыздай көздің жауын алатындай өте әдемі және өте дәмді болып шығатын булочкилардың бірі. Видеоны соңына дейін қарап, міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздермен әдеттегідей Фариза асханасы. Ал ендеше бісмиллах деп қамырымызды жасаймыз. Ыдысымызға жылы сүт құямыз, дәміне қарай тұз саламыз және дрожжды салып, беншіктің көмегімен жақсылап араластырып, үстін жауып, тындырып қоямыз. Енді осы аралықты тағы да қоспасын дайындаймыз. 2 жұмыртқаның үстіне қант және еріген сармайды салып, тағы да беншіктің көмегімен жақсылап біркелкі масса болғанша араластырамыз. Енді жаңағы дайындап қойған сүтіміздің үстіне осы массаны салып, кейін үстінен өз қалауыңыз бойынша кез келген красительді салсаңыздар болады. Мен гелевый қызыл краситель пайдаландым. Мына жерде аз болғандай көрінді. Кішкене тағы да салып, тағы да біркелкі болғанша жақсылап араластырдым. Кейін алдын ала електен өткізілген ұнымыздың жарты бөлігін салып, қолымыздың көмегімен орташа жұмсақтықта қамыр илейміз. Ұнның барлығын бірден салып жібермеуге кеңес беремін, өйткені біздің қамырымыз қатты болып қалуы мүмкін. Сондықтан да біздің массамызға қажетінше ғана ұнды салып, жұп-жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Мінеки бізде осындай жұп-жұмсақ қолға жабысатындай қамыр пайда болады. Оның үстінен кішкене сұйық май құйып, қолымызбен жақсылап мыжып, қамырдың июын қандырамыз. Мінеки көріп тұрғандарыңыздай осындай жұп-жұмсақ қамыр пайда болады. Үстін мешокпен жауып, жылы орамалмен жауып, жылы жерге көтерілгенше қалдырамыз. Мінеки менде 1 сағаттың көлемінде тұрды. Көріп тұрғандарыңыздай қамырымыз өте жақсы көтерілген. Енді осы қамырмен жұмыс жасайтын боламыз. Столымыздың үстіне ұн сеуіп аламыз. Кейін осы қамырымыздың барлығын осы видеода көрсетілгендей етіп, бірінші қолымыздың көмегімен, кейін оқтаудың көмегімен 4 бұрышты етіп жайып алатын боламыз. Мінеки қамырымызды осылай төрпіште етіп жайып аламыз. Қамырымыздың қалыңдығы шамамен жарты сантиметрдің көлемінде. Видеода сіздерге түсіндікті көрсетілген деп ойлаймын. Кейін бөлме температурасында еріп тұрған сармайды осы видеода көрсетілгендей етіп барлық жеріне тигізіп, біртегіс етіп жағып шығамыз. Сармайды барлық жеріне тигізіп біртегіс етіп жағып шыққаннан кейін өз қалауларыңыз бойынша қант сепсеңіздер болады. Кейін мен мак септім. Корица қолдансаңыздар да болады. Менде корица болмағандықтан мак пайдаландым. Макты сеуіп болған соң осы видеода көрсетілгендей етіп жайлап осылай орап шығамыз. Достар, көбілеріңіз менің видео рецепттерімді тіркелмей қарайды екенсіздер. Осындай қазақша контенттің дамуына өз үлесіңізді қосқыңыз келсе, осы видеоның астында подписаться деген кнопканы басып, менің арнама жазылып алыңыздар. Және де лайк басып, мені қолдап қойыңыздар. Қамырымызды орап болған соң, соңғы жағын жақсылап қамырымыз ашылып кетпейтіндей етіп, видеода көрсетілгендей етіп, жақсылап шымшылап жауып шығамыз. Енді осы дайын болған қамырымызды бөліктерге бөлетін боламыз. Мен пышақтың көмегімен бөліктерге бөлдім. Қаласаңыздар жіппен де бөлсеңіздер болады. Менің алдыңғы синнабон булочки рецебінде жіптің көмегімен бөлген болатынмын. Осы видеоның астына сілтемесін қалдырып кетемін. Содан қарасаңыздар болады. Пышақпен де осы видеода көрсетілгендей бөле берсеңіздер болады. Көріп тұрғандарыңыздай әдемі болып бөлініп жатыр. Егер қисық болып жатса, кішкене қолдарыңызбен түзеп жіберсеңіздер болады. Бөліктерге бөліп алған қамырларымызды алдын ала дайындап қойған табамызға жайғастырып аламыз. Арасын өте жақын қылып жібермейміз. Біздің қамырымыз тұрғанда тағы да іседі, сондықтан да кішкене алшақтау қоямыз. Бетін жауып, тағы да жарты сағатқа демалдырып қоямыз. Жарты сағаттан кейін 170 градус қызып тұрған пешке салып, 30 минуттың көлемінде пісіреміз. Осы аралықта бетіне жағатын кремін дайындайтын боламыз. Творожный сыр, бөлме температурасында еріп тұрған сармай және қант ұнтағын салып, видеода көрсетілгендей лопатканың көмегімен жақсылап араластырамыз. Осымен біздің помадкамыз дайын. Осы аралықта біздің булочкиларымыз пісіп шығады. Көріп тұрғандарыңыздай жұп-жұмсақ, өте әдемі болып пісіп шықты. Енді осы ыстық күйінде жаңағы дайындап қойған помадкаларымызды осы видеода көрсетілгендей етіп жақсылап жағып шығамыз.
Мінекей кремімізді булочкаларымыздың барлығына жағып алдық. Енді бөлме температурасында суытуға қалдырамыз. Суығаннан кейін бірден жей берсеңіздер болады. Ыстық күйінде крем булочкаларымызға сіңіп, өте дәмді болып шығады. Күнделікті булочкаларға қарағанда өте ерекше, әсіресе балаларға жасап беріп қуантсаңыздар болады. Бір жасағаннан осы ойыңыздағыдай дәл осындай болып шығатынына сенімдімін. Сондықтан да осы мен берген рецепт бойынша қорықпай жасай берсеңіздер болады. Мінекей көріп тұрғандарыңыздай булочкаларымыз жұмсақ мақтаға ұқсаған үлпілдек болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді.